Біздің отан жерінде жер жоқ кеннің бәрі бар. Іздеп оны ерінбей геологтар сабылап, асыл іздеп азап бұл, шарлап тау мен даланы, ақырында ғажап көріп кеннің көзін табады. Быть геологом совсем непросто. Трудолюбивым, стойким, терпеливым, любознательным и ответственным всегда добиваться своих целей, чему учит наш геологоразведочный колледж. Сегодня мы с огромным удовольствием хотим поздравить вас с Днем геологов, наших уважаемых преподавателей, готовящих специалистов для геологических предприятий. Кәсіби мерекемен геология пәнінің оқытушыларын құттықтаймыз. Геолог – это как разведчик всех недр земных большой страны. Вам интуиция, советчик, и ваши знания нам нужны. Так пусть всегда твой труд, геолог, достойно будет оценен. И государству, людям дорог, ведь часто так нелегок он. Кәсіби мерекемен геофизика пәнінің оқытушыларын құттықтаймыз. Только геофизики могут точно людям простым рассказать, что за богатство дано нам природой и где его надо искать. Қырандай биікке самғаған, Сәтбаев ғылымын жалғаған, геофизик мамандығы ерекше, үйрену білуден талмаған. Кәсіби мерекемен гидрогеология пәнінің оқытушыларын құттықтаймыз. Воду найти – непростая задача, у гидрогеолога тернисты пути. И пусть нам сопутствует удача, ведь без воды и не туды, и не сюды. Кәсіби мерекемен экология пәнінің оқытушыларын құттықтаймыз. Нас не нужно принуждать к работе, чтоб могла природа процветать. Мы, экологи, лишь этим и живем, помогая землю очищать. Экологтар табиғатты жан тәнімен қорғайды, орман тоғай тазалығы экологпен орнайды. Кәсіби мерекемен бұрғылау пәнінің оқытушыларын құттықтаймыз. Сколько в поисках руды пробурил земных пород, в самый дальний уголок смог пробраться, смог дойти, чтоб полезное найти. Елімді байлыққа бастаған, геология қашанда асқаған, жер сырын ашатын әлемге бұрғылаушылармен әрқашан. Уважаемые преподаватели, пусть ваши расчеты всегда будут точны, а класс, что искали, конечно, нашли. Пусть ваша дорога не будет опасной, а жить будет радостной и просто прекрасной. Бүгінгі геологтар күні бізбен бірге барлық мұғалімдер, кәсіптік бағдар беру және бақылау бөлімі, тәрбиешілер атап өтуде. Сіздерге кәсіби жолда сәттілік тілейміз. Успехов вам на вашем профессиональном пути!